Сәлем достар, бүгін мен сіздермен көптеген жақсы ақпараттар мен пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Бүгін мен дегтярное сабыны туралы айтатын боламын. Қайың адам денсаулығына жақсы әсер ететін ерекше өсімдік болып табылады. Оның бүршіктері мен шырыны ұзақ уақыттан бері дәрілік мақсатта қолданылып келеді екен. Әрі одан қағаз бен қарамай алынады. Қарамай косметологияда, медицинада және халықтық емде жиі қолданылады. Қарамайлы сабынның пайдасы медицина мамандары мен косметологтар пайдасы мен зиянын толық зерттеген қарамайлы сабын халық арасында кең танымал. Оның құрамында хош иістендіргіш пен бояғыш жоқ, таза табиғи өнім. Қарамайлы сабын тері мен шаштағы кезігетін мәселелерді шешуде белсенді көмектеседі, әрі аса қымбат емес. Бірінші, безеу мен ұшықтарды кетіреді. Бет терісін қарамайлы сабынмен жуу арқылы тері тесігін нығайтып, ұшықтар мен безеулерден тез арылуға көмектеседі екен. Екінші, тері ауруларымен күреседі. Экзема, дерматит және себория сынды тері ауруларының өршуін басады екен. Бұл аурулар терінің тұтастығы мен қан айналымының бұзылуымен көрінеді екен. Әрі сабын жараның бетін инфекция түсуден сақтайды. Теріні қалпына келтіреді. Сонымен қатар қарамайлы сабын тері аурулары кезінде адамды қышу мен түтіркенуден сақтайды екен. Үшінші, аяқ саңырауқұлақтарын емдейді. Яғни зеңдерде аяқтағы саңырауқұлақтардан арылу үшін күніне қарамайлы сабынмен жуып 10-15 минут оның көбіне қою жеткілікті. 7-10 күннің ішінде күтілген нәтижені бере бастайды екен. Шашқа арналған қарамайлы сабын шашты нығайтып оған үлкен көлем береді, әрі жылтыратады екен. Косметологтар шашты 2 айда 1 рет, аптасына 2 рет қарамайлы сабынмен жуып тұруды кеңес береді. Сосын араға 2-3 ай салып демалдыру қажет екен. Қарамайлы сабынды қолданудың 2 тәсілі бар. Бірінші, сабын теріні тым қатты құрғатады. Сол себепті оны жиі қолданудың қажеті жоқ екен. Егер майлы бетті жуатын болсаңыз, онда күніне 2 реттен артық қолданбағаныңыз жөн. Егер бетіңіздегі безеулерден арылсаңыз, сабынды тек сақтану мақсатында кейде қолданып тұрған дұрыс екен. Косметологтар сабынмен жуған соң теріні ылғалдандыратын крем жағуды ұсынады екен. Немесе миндал майымен араластырып қолданса да болады екен. Екінші, қарамайлы сабынның құрамында хош иістендіргіш болмағандықтан ол шаш пен теріге ерекше әсер етеді және олар қайың шырынының иісіне тез үйренеді екен. Тағы да бір қызықты деректер, осы шайыр сабыны, яғни дегтярное сабыны, бұл жануарлардағы үстіндегі бүргелер, яғни жәндіктерден құтылуға көмектеседі екен. Бұл құралдың негізгі тиімділігі бұл құпиясы оның иісінде екен. Иісі оның өткір, хош иісті, кейде жануарға ыңғайсыздық тудыруы мүмкін екен. Жек көретін жәндіктердің үрейін қашырады екен. Сонымен қатар жануарлар иелеріне сәйкес көмектеседі екен. Дегтярное сабыны салыстырғанда барлық химиялық агенттер өңдеуге мүмкін емес. Кейбір үй жануарларының иелері пікірлері, яғни қорғау құралы тиімсіз екен айтады. Олар сабын пайдалану құпиясын білмейді, өйткені олар дұрыс емес деп есептейді. Мұндай адамзаттар химикаттар бойынша көп ақша жұмсайды. Олар өздерінің үй жануарларын уланып қалуында түсінбейді екен. Шайыр сабыны бүргеден құтылу үшін пайдаланылатын, барлық уақытта кездесетін сабын екен және алдын алу шараларын ұйымдастыру кезінде де бүргеден құтылатын нағыз пайдалы керек сабын екен.